Сәлем достар, CompTIA A+ сертификатының келесі сабағына қош келдіңіздер. Және біз бүгінгі сабақта ішкі сақтау құрылғылары, соның ішінде дербес компьютердегі қатқыл дискілерді қарастырамыз. Мен ол үшін қарапайым Википедия парақшаларын ашайын, яғни сақтау құрылғылары, соның ішінде бізді қызықтырып отырған дербес компьютерлерде қолданылатын hard disk drive немесе қатқыл диск. Және ойлаймын, көбіңіз осы қатқыл дискімен таныс шығарсыздар, білетін шығарсыздар. Жалпы дербес компьютерде ақпарат ең маңызды рөл ойнайтыны белгілі. Себебі біз дербес компьютерде барлық өзімізге маңызды жұмыстарымызды сақтаймыз. Және де қатқыл дискінің жұмыс жылдамдығы, сондай-ақ оның сенімділігі, оның тұрақтылығы, жалпы осы ақпаратты жоғалтып алмау мәселесі өте маңызды. Сондықтан қатқыл дискінің дербес компьютерде жалпы компьютер әлемінде алатын орны өте ерекше. Енді қатқыл дискіні мына жердегі берілген мағлұматтың барлығын оқып жатпай қояйық, тек осы жерде суреттерді ашып қарастырайық. Яғни қатқыл дискіні көріп отырғандарыңыздай, мына жерде сыртқы панелі ашылған екен, және қатқыл дискілер бұлар магниттік дискілердің көмегімен жұмыс жасайтын құрылғы. Яғни көріп отырғандарыңыздай, мына жерде бірнеше дискі болады, және бізді осы жердегі ақпаратты жазу және оқу мына құрылғымен іске асады. Және бұл құрылғының жұмыс істеуі өте ғажап деп айтуға болады. Ол үшін мен кішкене төмен қарай түсемін және мына видеоны қарап көрейік. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде эксперимент ретінде түсірілген видеоны қарасаңыздар, бұл жерде дискінің айналуы, сондай-ақ оны оқу, жазу жылдамдығы өте керемет. Және мына жерде бір қызықты мағлұмат келтірілген екен. Осы қатқыл дискінің даму тарихы 1959 жыл мен 2019 жылдың арасында қалай өзгерді. Қарасаңыздар, ең алғашқы қатқыл дискіде сақтау мысалы 3,75 мегабайт болған екен. Қазіргі таңда бір қатқыл диск мысалы 18 терабайт мағлұматты ақпаратты жаза алады. Яғни бұл жерде 4,8 миллион немесе 5 миллионға жуық есе дамыған. Енді физикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл жерде форм факторлары, яғни қатқыл дискінің көлемі, сондай-ақ оның салмағы барлығы қазіргі таңда барынша кішірейгенін айтуға болады. Және де бұның барлығы 20 ғасырдағы кремний заманы немесе силикон age деп айтып жатады, яғни осы нанотехнологияның дамуы мүмкіндік беріп отыр. Енді төмен қарай кішкене түсетін болсақ, қараңыз, мысалы ақпаратты орналастыру тығыздығы дейді 650 миллион есе дамыған екен. Сондай-ақ оның орташа жұмыс істеу ғұмыры да өте үлкен өскенін байқаймыз. Яғни бүгінгі таңдағы қатқыл дискілер өте сенімді, өте тұрақты болып келеді. Және де кішкене төмен қарай түсейін, және көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде бірнеше сурет келтірген екен. Мына жерде көріп отырғанымыз, әрине бұл бұзылып, қирап қалған қатқыл дискіні көреміз, және бұл жердегі мағлұматты енді қалпына келтіру әрине мүмкін емес. Кішкене төмен қарай түсейін, және де осы қатқыл дискінің ішіндегі құралдары, детальдарына кішкене тоқталған екен. Яғни мынау айналып тұратын дисктер, айналымды басқарып тұратын білдеме десек болады. Сондай-ақ мынау жазуға және оқуға арналған біздің білекше, және де axis, әрине бұл осы білекшені ұстап тұрған құралғы. Сондай-ақ аккуэйтер деп отырғанымыз, әрине бұл жерде мотор деп айтсақ та болады. Енді қосылатын осы жерде электр қуаты, сондай-ақ ақпарат алмасу шинасы қосылатын тесіктерді, яғни көреміз. Енді тағы да төмен түсейін, және қандай мағлұмат берілген екен. Мына жерде осы жазу және оқуға арналған құрылғының өте микроскопиялық суреті түсірілген екен, және көріп отырғандарыңыздай, бұл да бір ғажап технология деп айтсақ болады. Енді тағы кішкене төмен түсейін, және мына жерде көріп отырғанымыз, мысалы Seagate Barracuda компаниясының 2003 жыл және 2009 жылғы қатқыл дискілері мысалға келтіріліпті. Мына жерде бірінші дискіде 1 терабайт сыйымдылық көріп отырмыз, ал екіншісінде 16 терабайт, яғни сыртқы форм факторы өзгермеген, алайда оның ішінде жасау технологиясын өзгерту арқылы осы мөлшерге, осы көлемге өте үлкен ауқымды ақпаратты сақтау мүмкіндігі дамыды. Тағы да кішкене төмен қарай түсейін, бұл жерде осы сыйымдылықты есептейтін калькулятор, таблица берілген екен кесте, оны өздеріңіз қарап танысып көресіз деген ойдамын. Және төмен қарай түсейін, бұл жерден көретініміз осы бүгінгі таңдағы 3,5 және 2,5 инч деп айтып жатамыз, яғни бұл америкалық өлшем бірліктері. Яғни төмен жағында көретініміз 2,5 инч, жоғары жағында
яғни 3,5 инч, жоғары жағында 2,5. Енді бұны негізі 3,5, 2,5 форм фактор деп айта берсек болады. Яғни бұл SATA дискілер, және көріп отырғандарыңыздай мына жерге SATA қоректендіру кабелі жалғанады, және мына жерде ақпарат алмасу шинасы кабелі жалғанады. Енді бұл суретті мен өзімнің слайдқа де келіп көрсек болады. Яғни көріп отырғандарыңыздай мынау 3,5 инч, мынау 2,5 инч форм форматтары. Және бұл екі құрылғының ішінде де айналып тұратын магниттік дискілері бар екенін ескеріңіздер. Біз алдыңғы слайдтарда осы solid state дискіні қарастырамыз, және олардың форм факторлері бірдей болғанмен ішіндегі жұмыс істеу принциптері әртүрлі болады. Сондай-ақ осы дискіде айналу жылдамдығы, яғни revolutions per minute деп айтып жатады. Сіз дискі сатып алу барысында осы RPM деп аталынатын функцияны, параметрді көріп жатасыз. Және бүгінгі таңдағы ең көп тараған қатқыл дискілердің жылдамдығы ол 5400, 7200, және ең жоғарғы жылдамдықта жұмыс жасайтын 10.000, 15.000 айналым жасайтын дисктерді кездестіресіздер. Бұл жерде бірден айтып кету керек, жоғары жылдамдықтағы дискілер жазу және оқу жылдамдығы өте жоғары, алайда олардың да бөлетін жылуы жоғары болады. Яғни бұл жерде салқындату мәселесін ойланған дұрыс. Енді орташа деңгейдегі немесе қарапайым үйдегі қолданатын дербес компьютерлерде, сондай-ақ ноутбуктерде 5400, 7200 айналым, бұл да өте жоғары жылдамдық болып саналады. 10.000, 15.000 бұл енді жоғары өте, яғни серверлік машиналарда, дата центрларда осындай айналымды талап ететін жабдықтарда, сондай-ақ бағдарламаларда қолданатын айтқым келеді. Енді Википедия парақшасын тағы да кішкене төмен түсіп толықтырып түйіндей кетейік. Яғни көріп отырсаңыздар, мынау осы біздің қатқыл дискінің оқитын түйіндеменің, яғни тілшенің басы. Енді тағы да төмен түсейік. Жарайды, онда мына жерде осы қатқыл дискінің графикалық суреттерде белгіленетін суретін келтірген екен. Яғни осындай суреттерді сіз қандай да бір сызбадан көріп жатсаңыз, онда қатқыл дискінің суреті деп елестетсеңіз болады. Енді тағы да кішкене төмен жоғары қарай көтеремін, және осы жерде бір керемет видео берілген екен, және оны өздеріңіз қарастырасыздар деген ойдамын. Яғни қараңыздар, біз мына видеоны қарадық. Енді мына видеоны өздеріңіз ашып, осы Википедия парақшасынан қарап көріңіздер. Бұл ағылшын тілінде берілген, алайда қатқыл дискінің жұмыс істеу принципін тамаша түсіндіріп көрсетеді. Яғни көріп отырсаңыздар, қазір қатқыл дискіде осы тілше диск айналуда, және біздің оқу білекшесі өзінің жұмысын жасауда. Және мына кісі осы қатқыл дискіні қазір компьютерден толықтай шешіп алады. Және қатқыл дискіні тоқ көзіне қосып, енді оның жұмысын бақылап көрмекші. Яғни қараңыздар, дискінің айналуын көреміз. Және бұл кісі айтуда, осы қатқыл дискідегі жалпы ақпараттың барлығы 0 және 1 түрінде сақталатыны белгілі дейді. Яғни бүкіл ақпарат, осы цифрлық әлем, информационный технология деп жатамыз. Осы ақпараттық технологияның бары 0 және 1 түрінде белгіленетінін сіздер білерсіздер деген ойдамын. Оны біз алдыңғы сабақта да кішкене талқылаған болатынбыз. Яғни бүгінгі әлемдегі барлық ақпарат binary 0 немесе 1 бар жоқ түрінде жүреді. Енді бұл кісі әрине қатқыл дискінің ішін ашып, тағы да детальдарын қарастырмақшы. Сіздер оны өздеріңіз осы Википедия парақшасынан, сондай-ақ басқа да YouTube парақшаларынан қарап, ақпаратты одан ары толықтырарсыздар деген ойдамын. Енді біздегі келесі бөлімде, яғни solid state drive, бұл да осы компьютерде, дербес компьютерде, сондай-ақ компьютерлерде кең қолданылатын қатқыл дискінің бір түрі. Және бұның біз жаңа қарастырған hard disk drive-тан айырмашылығы сол, бұның ішіндегі ешқандай қозғалып тұратын бөлшектер жоқ. Оны мен Википедия парақшасына келіп қарастырсам болады. Solid state drive бұл да сақтау құрылғысы, және мына жерде мысал ретінде 2,5 инч Super Talent SATA SSD, бір SSD формат, яғни қатқыл дискісі мысал ретінде келтірген екен. Және бұл жерде сақтау қоректендіру көзі және оның кабелі біздің стандарты қатқыл дискілермен бір интерфейс, бір стандарт екенін байқаңыздар. Және біз оны келесі слайдтарда қарастырамыз. Енді мен кішкене төмен түсетін болсам, осы SSD-дің M-SATA деп аталынатын түрлері, жаңа түрлері шыққанын сіздерге көрсетіп отыр. Және біз онымен де танысамыз. Тағы төмен түсетін болсам, осы SSD-дің M.2 немесе M.2 деп айтып жатады ағылшын тілінде.
SSD-дің қазіргі таңда мынандай форматтары да шықты. Яғни бұл да сақтау құрылғысы және көп жағдайда өте кішкентай, яғни жұқа компьютерлерде кездесіп жатады. Ол әрине бізде лаптоптар, яғни ноутбук немесе ультрабуктар, осы құрылғыларда осындай сақтау құрылғылары қойылған. Және көріп отырғандарыңыздай бұл жерде 512 гигабайт екен. Бұл да өте жоғары сақтау сыйымдылығы және бұл құрылғының жұмыс істеу жылдамдығы өте жоғары. Және айта кету керек, әрине оның сәйкесінше бағасы да қымбат болып келеді. Тағы қандай мағлұмат берілген екен, Википедия парақшасын ары қарай қарастырайық. Бұл жерде сыйымдылықты тағы да кесте түрінде берген екен. Бұл жерде SSD дискінің, яғни бірнеше байланыс жасау интерфейстері бар деп айтқан екен, және ол бізде әрине SSD контроллердің көмегімен іске асады. Сондай-ақ байланыс жасау интерфейстерінің бірнеше түрі, мысалы Serial Attached SCSI немесе SATA, сондай-ақ M-SATA, PCI Express түрлерінде жүріп жатады екен. Сондай-ақ көріп отқандарыңыздай біз жаңа қарастырған M.2 интерфейсі де бар. Енді одан басқа мысалы U.2 форматы, сондай-ақ Fiber Channel, USB, яғни көріп отырсаңыздар, бүгінгі таңда қатқыл дискінің компьютерге жалғаудың да бірнеше тәсілдері, сондай-ақ интерфейстері бар. Енді PATA интерфейстері, біз оған әзірге қазір келеміз. Яғни көріп отырсаңыздар, мынау да біздің осы SSD диск және оның PCI Express порты арқылы жалғанатынын көріп отырсыздар. Енді тағы кішкене төмен түсейін, және SSD дискінің ішкі суреті келтірілген екен. Әрине бұл жерде көретініміз осы чиптер, сондай-ақ контроллерлер және микросхемалар. Бүгінгі таңдағы барлық электрондық құрылғыны осы кішкентай интегралды схемалардан, чиптардан тұрады деп айта аламыз. Және чиптар туралы бөлек сабақ жасаймын, және сол жерден оның жұмыс істеу принципі, жалпы бүгінгі технологияның неге қарқынды, өте керемет дамығанда кішкене түсінуге тырысып көреміз. Енді мен төмен қарай түсемін, және ол жерде бізге көптеген мағлұмат берілген екен. Бұның барлығы енді өкінішке орай ағылшын тілінде, бірақ та сіздер барынша қазақ тіліне аударып, осы жердегі берілген мағлұматтармен қосымша таныссаңыздар болады. Енді мен басқа да слайдтарға келейін және өзімнің дайындаған ақпаратымды берейін. Яғни қараңыздар, мысалы қазіргі таңда жаңа айтып кеткендей M.2 SSD дискілері бар. Яғни бұл да сақтау құрылғылары, соның ішінде мынау жаңа 512 гигабайт. Енді мынау Crucial компаниясының шығарған сақтау құрылғысы екен, және көріп отырғандарыңыздай бұның сыйымдылығы 1 гигабайт немесе 1000 гигабайт 1 терабайт екен. Өте жоғары сақтау құрылғысы, және де бұның жұмыс жасау қуат көзінен және амперін барлығын келтірген екен. Яғни қарасаңыздар, бүгінгі заманда осы технологияның дамуы жалпы адамды таң қалдырады шынында. Бұрынғы заманда бұндай, яғни мөлшерге, көлемге осыншама ақпаратты сақтау мүмкіндігін жалпы елестетудің де өзі мүмкін емес еді. Алайда бүгінгі заманда технологияның дамуы бізге осындай ғажап мүмкіндіктер беріп отыр. Енді төмен қарай түсетін болсақ, мына жерде көретініміз осы жүйелік тақшаға орнатылған сақтау құрылғысы. Бұл 500 гигабайт екен. Бұл да өте жоғары сыйымдылық. Енді бүгінгі таңда осы SSD дискілердің сақталу, яғни жасақталу бірнеше технологиясы бар. Соның ішінде мысалы multi-level cell және single-level cell деп аталынатын екі технология бар. Бұның ішінде multi-level деп аталынатын түрі кішкене арзан болып келеді. Сондықтан ол кеңінен тараған. Алайда single-level cell деп аталынатын технологиямен жасалған SSD дискілер өте сенімділігі жоғары, сондай-ақ оның жұмыс жасау ғұмыры ұзақ болады деп айта аламыз. Енді жұмыс өнімділігі, яғни перформанске қарайтын болсақ, осы қатқыл дискілерде жалпы екі ұғым бар. Соның ішінде мысалы тізбектей жазу, яғни тізбектей жазу және оқу жылдамдығы, оны ағылшын тілінде sequential read and write performance деп айтып жатады. Яғни әрине дискіге ақпаратты неғұрлым жылдам жазатын болсақ, және ол жақтан ақпаратты неғұрлым алатын болсақ, бұл бізге өте үлкен көмегі тиеді. Яғни біздің бағдарламалар тез жұмыс жасайды, сондай-ақ кез келген файлдар, кез келген ақпарат тез жүктелетіні белгілі. Және бірден айта кету керек, бүгінгі таңдағы SATA SSD дискілері 600 мегабит секундына жылдамдықпен жазады, және бұл өте жоғары жылдамдық. Енді NVMe деп аталынатын SSD дискілер 2500 мегабит секундына жылдамдықпен жазады, не оқиды. Әрине көп жағдайда осы ақпаратты жазу негізінен қиындау болып келеді, яғни ақпаратты қатқыл дискіден оқыған оңайлау, ал оған ақпаратты жазу кішкене күрделі. Сондай-ақ кездейсоқ оқу жазу өнімділігі деген бар, оны ағылшын тілінде random read write performance деп айтып жатады. Енді SSD дискілердің бүгінгі таңда жазу жылдамдығы және оқуы қандай деген
сұраққа келетін болсақ, онда кішкене Википедия парақшасына келіп осы ақпаратты іздеп көрейік. Және білесіздер ме, ол ақпаратты мен өзімнің слайдымда дайындап қойған болуым керек. Олай болса кішкене төмен қарай түсеміз. Яғни дисктерді жалғау және оны орнату деген жаққа кеткен екенмін. Және бұл сақтау құрылғыларының CPU мен байланыстыру RAID дейді. Жарайды, кішкене Википедия парақшасын іздестіріп қарап көрейік. Бұл жерде жазған екен, 2010 жылы мысалы 7200 айналым жасайтын қатқыл дискілер disk to buffer деп аталынатын технологияны қолдана отырып, осы CPU мен жедел жады, сондай-ақ жедел жады мен қатқыл дискінің арасындағы ақпараттың берілу жылдамдығы 1000 мегабит секунд, яғни бұл гигабитке кететіні белгілі. Сондай-ақ 10.000 айналым жасайтын қатқыл дискілер мысалы соңғы 3.0 SATA технологиясын қолдану арқылы 3000 мегабит секундына берді дейді. Яғни бұл өте үлкен жылдамдық екенін байқаймыз. Яғни бүгінгі таңдағы дискілердің ақпаратты оқуы, жазуы және оны оқуымыз және оған ақпаратты жазуымыз өте жоғары жылдамдықта іске асып жатады. Енді мен слайдқа келейін, және бұл жерде тағы қандай қосымша ақпараттар берілген екен қарап көрейік. Мына слайдта көретініміз осы дисктерді жалғау және орнату қалай іске асады деген сұраққа келетін болсақ, әрине бұл өте тамаша сұрақ. Яғни Википедия парақшасын келеміз. Қатқыл дискілер компьютерге жүйелік тақшаға қалай жалғанды? Яғни ертерек заманда кішкене қазір бұл технология қолданылмайды, ескі болып саналады. Сонда да сіздер танысып білгендеріңіз дұрыс, себебі ертең жұмысқа барған кезде бір жерден мысалы ескі компьютер алдыңыздан шығуы мүмкін. Сол кезде осындай кабельді көрсеңіз шошымаңыз. Бұл кабель PATA кабелі деп аталынады, яғни Parallel ATA. Ал ATA сөзінің өзі AT attachment, яғни Advanced Technology Attachment, соның ішінде параллельді түрі. Бұл осыдан 10-15 жыл бұрын өте кең қолданылған түрі болып саналатын. Яғни қарап отырсаңыздар, осы жүйелік тақшада осы арнайы қатқыл дискіні жалғауға арналған PATA порты болады. Яғни ID порт деп айтып жатады оны. Енді бұны PATA порт деп айтсақ та болады. Сол портқа біздің осы PATA кабеліміз жалғанады. Яғни екінші ұшын қатқыл дискіге жалғаймыз, бір ұшын жүйелік тақшаға, және бізде компьютер осы қатқыл дискіні оқи бастайды. Және бұл стандарттың тарихы, жалпы қалай дамығаны өте көп ақпаратпен келтірілген екен. Бұл бізді қазіргі кезде мүлдем қызықтырмайды, тек қосымша ақпарат ретінде қараңыздар. Енді біз Википедия парақшасында бүгінгі таңда қолданылатын интерфейсті қарастырайық, және ол бізде Serial ATA деп аталынады. Және бұл жерде көретініміз Serial ATA, ол Serial AT Attachment, яғни Serial Advanced Technology Attachment. Бұл компьютерлік шина деп айтады, яғни интерфейс. Ол біздің host bus адаптер, яғни хосттағы жүйелік тақшадағы біздің адаптерді сақтау құрылғыларына, соның ішінде қатқыл диск, сондай-ақ оптикалық диск, solid state дискке жалғайды деп жазған екен. Яғни қарапайым жалғауға арналған кабель, интерфейс және сол жердегі стандарттар. Және ол параллель ATA деп аталатын стандартты орнын басып, соның орнына келген жаңа технология дейді. Енді кішкене төмен қарай түсемін, осы SATA технологиясының кабельдермен және түрлерімен танысайық. Яғни бұл жерде мысалы екінші нұсқасы дейді, одан кейін 2.5, 2.6, яғни оның бірнеше даму буындары, кезеңдері болды. Соның ішінде көріп отқандарыңыздай, міне 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 сериясы буыны қазір кең қолданыста. Соның ішінде үшінші буын, яғни көріп отқандарыңыздай 6 гигабит секундына, яғни өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасайтынын байқаймыз. Енді мен мына жерде суретті басып ашайын, және бұл жерде көретініміз осы жүйелік тақша және жүйелік тақшаға жалғанған SATA кабелі. Бұл кабельдің бір ұшы жүйелік тақшаға жалғанып тұр, ал екінші ұшы әрине қатқыл дискіге немесе SSD дискіге жалғануы мүмкін. Сондай-ақ оптикалық диск, яғни әрине оптикалық дискті бүгінгі таңда көп қолданбаймыз, дегенмен оптикалық дисктің дисководына жалғанған шығар. Енді осы SATA стандартының жылдамдығын кішкене қарастырайық. Яғни қарап отырсаңыздар, үшінші буыны 6 гигабит секунд жылдамдықта береді дейді, және ол 2008 жылы июль айында, яғни маусым, шілде, тамыз осы айларда бізге берілгенін көріп отырмыз. Енді бұл жердегі жылдамдық шынында өте ғажап екенін байқаймыз. Яғни 6 гигабит секунд деген шынында өте керемет. Енді оның бір орында тоқтап қалмай, бүгінгі таңда міне көріп отқандарыңыздай тағы да жаңа стандарттары шығып жатқанын байқап отырсыздар. Және біздің әрине жалғауға жаңа келтіріп кетті. Біздің қатқыл дискіде осы SATA портын, яғни SATA кабелін SATA портына жалғаймыз. Енді кішкене төмен қарай түсетін болсам, бұл жерде тағы да осы
SATA кабелі мысал ретінде келтірілген екен. Және тағы төмен қарай жылжитын болсақ, бұл жерде осы SATA құрылғыларын қоректендіруге арналған кабельді көреміз. Яғни SATA Power Connector 3.3 вольт тоқ көзін береді. Тағы төмен қарай түсейін, тағы бұл жерден қандай мағлұматтар көре алады екенбіз. Сондай-ақ eSATA деп аталынатын форм-фактор шықты дейді, яғни стандарт интерфейс шықты дейді. Алайда шынын айтайын, бұл кабельдің қолданысы өте кең дамымады. SATA-ға қарағанда eSATA бұл сыртқы құрылғыларды, яғни hard диск, осы біз қатқыл дискіні сырттан мысалы компьютерден жалғайтын болсақ, бірден осы кабельді қолданатын едік. Алайда ондай жағдай шынын айту керек, көп кездесіп жатпайды. Көбіне біз қатқыл дискілерді компьютердің ішіне бірден орнатамыз. Енді сырттан келіп қатқыл дискіні қосып жатқан жағдайымыз кей жағдайда әрине болуы мүмкін. Сондай-ақ мына жерде осы mSATA деп аталатын қатқыл дискінің стандарттары сондай-ақ бір нұсқасы келтірілген екен. Жарайды, бұл жерде де өте керемет көп ақпарат берілген екен Википедия парақшасында. Енді бұл және ағылшын тілінде болып тұр. Алайда өздеріңіз қазақ тіліне аударып кішкене қызығушылық тудырып, осы Википедия парақшасымен танысып көрсеңіздер болады. Енді аты айтып тұрғандай, бұл жерде ақпаратты сериал, яғни сериалды түрде тасымалдайды. Алдыңғы нұсқасы параллель болатын. Енді сериалда ақпаратты тасыған кезде бұл жерде әр бит жеке беріледі. Алайда технологияның дамуының арқасында жылдамдық өте жоғары, және сериалды ақпаратты тасымалдау бұл жерде тек артықшылық бермесе, ешқандай кемшілік бермейді. Олай болса, мен слайдқа қайта келейін және ақпараттармен танысып көрейік. Бұл жерде жазған екенмін, сақтау құрылғысын CPU және жедел жадымен байланыстыру стандарттары. Әрине, бізге қатқыл дискіні осы компьютер қалайда бір байланыс жасап, ол жердегі ақпаратты оқуға және ол жерге ақпарат жазуға бір стандарт керек, бір контроллерлер керек, ол жерге бір өзінің түсінетін тілі керек деп айтсақ болады. Және де бүгінгі заманда қолданылатын осы қатқыл дискімен байланыс ұйымдастыру стандартының негізгі 3 түрі бар. Оның біріншісі AHC немесе HC деп айтсақ болады деп ойлаймын. Сондай-ақ NVMe және SCSI. Енді мен сіздерге достар бірден айтып кетейін, осы SCSI стандарты ол көп жағдайда серверлік компьютерлерде қолданады. Яғни бұл стандарттар не? Жалпы айтқанда қарапайым осы компьютермен, яғни процессор мен қатқыл дискінің арасындағы байланыстыру ұйымдастыру протоколдары стандарттар деп айтсақ болады. Енді мен Википедия парақшасын ашайын және осы жердегі берілген мағлұматты оқиық. Және бұл жерде жазыпты Advanced Host Controller Interface. Бұл техникалық стандарт дейді, яғни бұл қарапайым стандарт және оны Intel шығарды дейді. Оның басты мақсаты осы SATA хост контроллерлерді, яғни SATA құрылғыларын мазербордта, яғни жүйелік тақшада орнатылған чипсеттермен байланыстыру дейді. Яғни қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұл белгілі бір стандарт, және бұл стандарттың беретін бізге мақсаты сол, біздің қатқыл дискімен немесе SATA құрылғыларымен, SATA-ның хост контроллерлерімен чипсетті байланыстырады. Яғни SATA құрылғының бір нұсқасы осы біздің қатқыл дискілер, яғни осы қатқыл дискілерді компьютермен байланысуға мүмкіндік беретін стандарт. Енді оны не үшін қажет деп айтып жатсаңыздар, енді сіздер бұл техникалық терминді әрине компьютерлермен жұмыс жасау барысында естисіздер. Және кейбір баптау, конфигурация жасау жұмыстарын жасау керек болса, мысалы BIOS-та сіздер сол жерде мысалы қатқыл дискпен қалай байланыс ұйымдастырайын деген сұрақ туындаған кезде осы HC стандартын қойсаңыздар болады. Және оны тек қана қойсаңыздар емес, негізінен қою керек. Яғни бүгінгі таңда қолданылатын стандарт осы HC стандарты. Және бұл жерде жазғаны NVMe Express немесе Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification. Бұл тағы да бір стандарт, яғни бұл логикалық стандарт, және бұның беретін артықшылығы сол, PCI Express шинасы арқылы қосылатын кез келген сақтау құрылғылары, соның ішінде non-volatile сақтау құрылғылары, яғни SSD карталарды мысалы компьютерге қосқан кезде байланыс жасауға мүмкіндік беретін стандарт. Яғни сіз мынандай бір сақтау құрылғысын алып, жүйелік тақшадағы PCI Express портына жалғасаңыз, онда осы қатқыл дискімен сақтау құрылғысымен сіздің чипсетіңіздің компьютердің процессорының арасындағы байланысты ұйымдастыру үшін сіз осы стандартты қолданасыз. Енді одан басқа жаңа айтып кеткендей SCSI стандарты бар деп айттым. SCSI стандарты бұл ескі стандарт болып саналады, алайда серверлер әлемінде бұл стандарт әлі де өте кең қолданыста және дамып жатыр. Соның ішінде мысалы iSCSI, одан басқа
Fiber Channel SCSI, яғни бұл SCSI стандартының да өте түрлері көп, және оны сіз болашақта серверлік құрылғылармен жұмыс жасаған кезде, виртуализация саласында жұмыс жасаған кезде танысып көресіздер. Жарайды, келесі слайдқа көшейін, және бізде бұл жерде берілген RAID технологиясы. Олай болса, Википедия парақшасынан бастайық, яғни Википедияда не жазған екен? Және бұл жерде жазыпты RAID немесе Redundant Array of Inexpensive Disks, немесе оның тағы бір атауы Redundant Array of Independent Disks дейді. Бұл Data Storage Virtualization, яғни сақтау құрылғыларын виртуализациялау технологиясы дейді. Және бұл технология бірнеше физикалық дискіні бір логикалық дискіге біріктіреді дейді. Және оның мақсаты Data Redundancy, немесе датаның резервтік сақталуы, сондай-ақ Performance Improvement, яғни қатқыл дискінің оқу жазу жылдамдығын арттыру дейді. Немесе осы екі мақсатты да бірге іске асыру. Яғни өте керемет анықтама жазылған сияқты. Яғни RAID деп отырғанымыз Redundant Array of Independent Disks, және бұл технологияның ең басты мақсаты бірнеше физикалық дискіні, қатқыл дискіні бір логикалық дискке біріктіреді. Және оның бізге беретін артықшылығы сол, мысалы қараңыздар, сізде екі дискі болса, және сіз оны логикалық бір дискіге біріктіресіз, және осы RAID технологиясының қайсысын қолданғаныңызға байланысты, мысалы бір деген технологияны қолдансақ, онда екі дискіге де біздің ақпарат жазылады, және бір диск бұзылған жағдайда екінші диск біздің барлық ақпаратты ұстап тұрады. Өте керемет технология, және біз оның түрлерімен қазір келесі слайдтарда танысамыз. Және бұл жерде жазып кетті, ақпаратты резервтеу осы RAID-тің левеліне байланысты дейді. Мысалы, redundancy осы ақпаратты резервтеу маңызды ма, немесе performance, яғни ол жердегі жұмыстың жылдамдығы маңызды ма, ол RAID-тің осы дәрежелеріне байланысты дейді. Соның ішінде ең кең қолданылатыны мысалы 0, немесе 1, немесе 1.0, сондай-ақ 5 деген RAID-тің түрлері бар. Оны көру үшін мен тағы да Википедия парақшаларын ашамын, және осы жерде берілген мағлұматқа қарайық. Яғни қарасаңыздар, стандарт RAID levels, стандартты RAID левелдері, яғни деңгейлері. Соның ішінде RAID 0 бұл striping, RAID 1 ол mirroring, және RAID 5 distributed parity деп аталынады. Енді бұдан басқа мысалы RAID 6 немесе RAID 1.0 деген нұсқалар бар. Біз оларды әзірге қарастырмайық, олар себебі кішкене күрделі. Біз ең қарапайымнан бастайық. Және мен төмен қарай түсемін, қараңыздар, біз RAID 0-ден бастаймыз. Енді RAID 0 жағдайында бұл жерде ең басты біздің мақсатымыз жұмыс жылдамдығы. Бізде яғни екі физикалық диск болады, ол диск 0 және диск 1. RAID 0 технологиясын қолданған жағдайда біздің ақпарат осы екі дискіге кезек-кезек жазылады. Яғни мысалы ақпарат A1 0 дискіге жазылды, одан кейін ақпарат 2 диск 1-ге жазылды. Ақпарат 3 диск 0-ге жазылды, ақпарат 4 диск 1-ге жазылды. Яғни бұл бізге не мүмкіндік, не артықшылық береді. Бұл жерде бізді ақпаратты жазу, сондай-ақ оны оқу жылдамдықтары бұл жерде өте жоғары болады. Яғни біз екі дискіге ақпаратты жазамыз, сондай-ақ екі дискіден оқимыз. Яғни ол жерде дискінің айналуы, сондай-ақ біздің осы аппараттық жабдық, программалық, бағдарламалық жабдықтың сақтау құрылғыларымен жұмыс жылдамдығы өседі. Енді бұл жерде әрине бірден кемшілікті көруге болады. Мысалы, сіздің RAID 0 технологиясы бойынша жасап тұрған екі физикалық дискіңіздің біреуі мысалы бұзылатын болса, онда сіздің бүкіл ақпаратыңыз жоғалады. Алайда осы серверлік машиналарда немесе кейбір үлкен жылдамдықта жұмыс жасайтын дата центрларда осы жалпы жұмыс ақпаратты оқу және жазу жылдамдығы өте маңызды. Сондықтан ол жерде RAID 0 технологиясы қолданады. Әрине, бұл жерде бірден айта кету керек, бұл жерде сақтық шаралары ретінде осы RAID-тің 0 деп аталынатын нұсқасын RAID-тің 1 деген нұсқасымен біріктіре отырып, жалпы резервтік мүмкіндікті де алып жатады. Ол үшін онда RAID 1-мен танысайық. RAID 1 технологиясы бізге қандай артықшылық береді? Яғни қараңыздар, бізде екі дискі болады, диск 0 және диск 1 физикалық дискілері, және біздің ақпарат екі дискіге де жазылады. Яғни A1 ақпараты мысалы 0-ші дискіге, 1-ші дискіге, сол сияқты екінші ақпарат мысалы 2 дискіге. Яғни бұл жерде mirroring технологиясы, яғни айна сияқты көшіріп отырады, және біздің бір ақпарат екі дискіде де сақталынады. Және біздің бір қатқыл дискі бұзылған жағдайда, екінші қатқыл дискі барлық ақпаратты сақтап тұрады, және біздің жүйе сол күйінде еш нәрсе бұзылмағандай жұмыс жасай береді. Бізге ең
яғни бұл жерде қажетті нәрсе екінші дискі, бұзылған дискіні алып тастаймыз, орнына басқа дискі қоямыз. RAID контроллер немесе RAID бағдарламасы осы жұмыстың барлығын қалпына келтіріп, ақпаратты тағы да көшірме жасайды. Бұл жерде әрине бірден айта кететін нәрсе, ешқандай жұмыста жылдамдығы артпайды, яғни жазу, оқу жылдамдығы бір дискінің мөлшерімен өлшенеді. Көріп отырғандарыңыздай, RAID технологиясының беретін мүмкіндігі өте керемет, және осы 0-1 RAID технологиясын біріктіре отырып, мысалы, ақпаратты жазу оқу жылдамдығын арттыруға болады, сондай-ақ оның резервтік тұрақтылығын да көшіруге, яғни арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ одан басқа RAID 2, RAID 3 және RAID 4 деп аталынатын нұсқалар бар екенін көріп отырсыздар, және бұл жерде мысалы бірнеше дискілер қолданылады физикалық. Мысалы RAID 2 технологиясында 6 дискі, RAID 3 технологиясында 4 дискі, сол сияқты RAID 4 технологиясында да бірнеше қатқыл дискінің қажет екенін көріп отырсыздар. Мен сіздерге бірден айта кетейін, осы RAID технологиясының ішінде 0, 1, сондай-ақ 5 және RAID 1.0 технологиялары өте кең қолданылады. Және оны қалай қалыпқа келтіреміз, оны қалай енгіземіз деген мәселе сіздерді қызықтырса, мен болашақта осы RAID технологиясына арнап тағы да сабақ жасаймын деген ойдамын. Сол жерде біз танысамыз. Енді RAID туралы айта кететін болсам, оны жұмыс жасауға мүмкіндік беретін контроллерлер болады, және оны Википедия парақшасына келіп көрейік. Бұл жерде берілген ақпарат кішкене толық емес екен, олай болса мен өз тіліммен түсіндіріп кетейін. Яғни RAID-ті жасаудың екі түрі бар. Оның біріншісі hardware, яғни осы RAID-ті іске асыру үшін бізге арнайы контроллерлер, сыртқы аппараттық жабдық қолданылады. Яғни мынандай RAID контроллерді мысалы біз компьютерге орнатамыз, және осыған мысалы екі қатқыл дискіні жалғаймыз. Және де жаңа қарастырған RAID 0 немесе RAID 1 технологиясын енгізуге мүмкіндік береді. Енді RAID технологиясы үшін арнайы осындай құрылғыны пайдалану не артықшылық береді десеңіздер, ол жерде жұмыс жасау процесі өте жылдам іске асады, және бұл технологияның тамаша керемет жұмыс жасайтынын бірден айтып кетуге болады. Ал екінші түрі мысалы software RAID, яғни бұл жерде аппараттық емес программалық жабдықты қолданатын болсақ, онда RAID-ті тағы да қалыпқа келтіру жұмыстарын жасап, настройка жасап, конфигурация жасап, қалыпқа келтіру жұмыстарын жасап, физикалық дискілерді осы RAID-ке бағындырып қойсақ болады. Алайда ол жердегі жұмыс істеу жылдамдығы, сондай-ақ оны басқару кішкене күрделі болатынын бірден айтқым келеді. Яғни жоғары деңгейдегі серверлік машиналар, сондай-ақ дата-центрлер, үлкен ұйымдарда міндетті түрде осы hardware RAID, яғни аппараттық жабдықпен жұмыс жасайтын RAID технологиясын енгізеді. Олай болса, қатқыл дискілерді осы жерден тоқтатайын, және біз келесі сабақта қатқыл дискілерді, яғни сақтау құрылғыларымен жұмыс жасау және оны жұмысқа кіргізу мәселесін қарастырамыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.